Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы, қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазыұлы бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туған өлке туралы жалпы түсінік. Сабағымыздың мақсаты Арыс қаласының жалпы тарихымен танысу. Сабағымыздың барысы Арыс қаласының тарихы, Арыс қаласының қалыптасу кезеңі, Арыс қаласындағы ауылдық округтер, Арыс қаласындағы саябақтар, 9 жолдың торабы атанған қала, Кеңес одағының батырлары, Арыстан шыққан ақын жазушылар, Арыс қаласынан шыққан өнер адамдары. Қаланың өткен тарихынан Арыс өңірі ертеде қазақ-қырғын, ал Арыс өзені Үржі деп аталыпты деген деректер де бар. Арыс өзені туралы айтсақ, белгілі жазушы Ілияс Есенберлиннің «Алтын Орда» атты 3 томдық тарихи кітабында Арыс өзенінің бұрын Үржі деп аталғаны жазылған. Арыс ұғымы мен атауының ерте замандардан бері қарай ру және жер, су атауларын құрап келгендерін аңғаруға болады. Қаланың алып жатқан орынның өзі 9 жолдың торабына ыңғайласып жатыр. Жібек жолының осы өңірден өтуі де бекер емес. Қаланың қалыптасу кезеңі 1905 жылы теміржол құрылысы басталып, 1907 жылы Арыс станциясы салынды. 1928 жылдың 17 қаңтарында Арыс ауданы құрылды. 1932 жылғы 11 наурызда Арысқа жұмысшы поселкасы мәртебесі беріліп, 1956 жылғы 31 шілдеде Арыс аудандық бағыныстағы қала мәртебесіне ие болды. Ол қазір Түркістан облысындағы белгілі Ташкент жолы бойындағы ірі қалалардың бірі. Арыс станциясы Ташкент темір жолы салына бастаған кезден пайда болды. Қаланың ескі бөлігі 1-ші Арыс станциясымен іргелес, 2-ші Арыс станциясымен байланысады. Арыс ауданы Ақтала, Дермене, Задария, Монтайтас, Байырқұм, Жиделі ауылдық округтерінен тұрады. Қала көлемі жағынан өте үлкен болмаса да, оның маңызы зор. Арыс станциясы Ресей мен Орта Азия, Қазақстан, Батыс Сібір аймақтарын жалғастырып жатыр. Қаламыздың атағын асқақтатуға, республикаға танымал ұл-қыздары елеулі үлес қосты. Кеңес одағының батырлары Бейсен Онтаев, Садық Исмайылов, Иван Журба, Берген Исаханов, Нағи Ильясов, Ережепбай Молдабаев. Ақын жазушылар Садықбек Адамбек, Дулат Исабеков, Нәмет Сүлейменов, Өтебай Тұрманжанов, Қосшан Мүсірепов, Бекен Әбдіразақов. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, осы арада айту ләзім, қала әкімдігінің тікелей бастамасымен және ұйымдастырумен қаламыздың 60 жылдығына арналған тарихи танымдық энциклопедиялық және фото шежірелік кітаптарды Ермек Балташұлы мен Әбдімәлік Ағыбай дайындады.